Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 38-ші сабақ. Тақырыбымыз нені үйрендім? Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Нені үйрендім? Бірінші тапсырма. Адамның жас кезеңдеріне қатысты халық дәстүрлерін білесің бе? Кластер құрастыр. Осы дәстүрге сай оқыған шығармаңды қосып, кластерді толықтыр. Халық дәстүрлері. Қазақ халқы ежелден жас кезеңдеріне байланысты мынадай кезеңдерге бөлген. Яғни, бала дүниеге келгеннен кейін бесік той, шілдехана, сүндет той, тілашар, ат мінгізу деп осындай халық дәстүрлері бар. Осы дәстүрге сай оқыған шығармаларымыз балалық шақ және жас уақытта көңіл гүл деген шығармаларды оқыған болатынбыз. Екінші тапсырма. Таңғы, түскі, кешкі ас туралы нақыл сөздерді есіңе түсір. Таңғы асты тастама, екінші түскі тамақ күшті тамақ, үшінші кешкі асқа қарама деген ас туралы нақыл сөздерді оқыған болатынбыз, балалар. Енді келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Қақпаға үйіріле соғады, терезені қағады, көкті жабады деген тіркестерде не туралы айтылған? Жаңбыр, боран, жел. Бұл тіркестер боран туралы айтылған. Төртінші тапсырма. Жас уақытта көңіл гүл деп айтқан кім? Мағжан Жұмабаев, Абай Құнанбаев, Міржақып Дулатов. Жас уақытта көңіл гүл деп Абай Құнанбаев айтқан болатын. Бесінші тапсырма. Бақыт құсы деген тақырыпта өз ойыңды жаз. Әр адамның бақыт құсы болады. Бұл басталуы. Еңбекті ұнататын адамдарға үйір болады. Жалғасуы. Бақыт құсымды ұшырмаймын. Аяқталуы. Бақыт құсы, яғни шығармамызды оқиық. Бұл өмірде әр адамның бақыт құсы болады. Бірақ басымыздағы бақыт құсын көбіміз көре алмаймыз. Дегенмен бақыт құсы еңбекті ұнататын адамдарға үйір болады. Еңбектеніп, тынбай тер төккен адамнан бақыт құсы айрылмайды. Басымыздағы бақыт құсын ұшырмас үшін жалқаулықтан жырақтап, еңбектену керекпіз. Мен басымдағы бақыт құсымды ұшырмаймын. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.